Міржақып Дулатов, Тазабұлақ. Ай, бар екен таудан аққан таза бұлақ, түгелі жоқ маңайында қылған тұрақ. Жағалай қалың аға жәпірәғи, жайқалып күнмен желден тұрған құрғақ. Шілденің тас қыздырған ыстық күні, мөп-мөлдір салқын суы әйбәт түрі, шыныдай жылтыраған тазалығы көрініп айнадай боп жатқан түбі. Ей, жиған кезі жолаушы келе жатқан, шөлдеген ыстық күнде таңдай қатқан, кезігі бақытына әлде қалай су ішіп мейірі қанған сол бұлақтан. Рақат сусынғанып жан-жайланып, қарайды аққан суға қайран қалып, көреді су ағардан жазулы тас, жағалап жоғарырақ жүрсе барым. Ей, үшеуі мұны көріп қалды тоқтай, жапанда жазуы бар неткен тақтай. Жазылған сөзі мынау оқып көрсе, болсаң бол ей жолаушым бұл бұлақтай. Саудагер екен бірі үшеуінің, тыңдаңыз сонда қайтқан сөзі мұның. Япырмай бұл жазылған ақыл екен, өткізбей ағар бұлақ күні түнін. Ей, алысқа бармақшы ол тынбай ағып, қосылмас өзге бұлақ буған ағып. Зорайып ақырында өзен болып, суынан пайдаланар тәмам қалып. Меніңше мұнан мұрат ғибрат сол, кәсіп қыл жалқауланбай талапты бұл. Бұлақтай мақсұтыңа сен де жеді, басыңа тигізерсің пайдаңды мол. Ей, екінші ғалым екен аса зерек, ол айтты басын шайқап назданып бек. Бұл сөздің мағынасы сіз айтқаннан меніңше болу керек тереңірек. Ей, бұл сөздің ғибрат сол адамзатқа, тегін қыл жақсылықты пұлға сатпа. Бұлақтай кез келгенге даяр болып, міндетсіз біліміңді тарат жұртқа. Ей, жас жігіт жолаушының үшіншісі, әдемі көрер көзге көркем кісі. Тоқталып еш нәрсе айтпай тұрып еді, не ойлайсыз сөйле мырза деді өзгесі. Жас жігіт жауап берді сонда тұрып, орнында ақпай бұлақ қалса тұнып. Шөп шалаң шаң төпірек селеу басып, сарқылып қалар еді әлі құрып. Ей, жұрт құмар бұлақ таза болғандықтан, жазудан мағынам сол менің ұққан. Мінезің мен бойыңды таза сақта, пәкілікпен артыларсың сонда жұрттан. Әғлиет таза жүрек жүзі жарқын, секілді мөлдір бұлақ суы салқын. Болғандай дертке шипа жаны сүйіп, шүбәсіз пайдаланар болсын халқың. Болғандай дертке шипа жаны сүйіп, шүбәсіз пайдаланар болсын халқың.